Әйел адамға әйел болып күн кешудің өзі бір жағынан бақыт, бір жағынан салмақты іс. Әйелдің 40 жаны бар деп жиі айтамыз. Сол 40 жанның да өз сұрауы бар. 40 жанның да өз салмағы бар. Әйел болмысына сай тұрмыстың қандайына болса да төзу үшін күш керек. Әйелдің ғұмырын бойына сіңіріп, әйел атына сай болу үшін де оларға 40 жан керек. Өзінің 40 жанымен ерінің жалғыз жанына қорған болу үшін әйел адамға ерінен ең алдымен не қажет? Бір ауыз сөз бірлікті күшейтеді. Әйелдер нәзік жанды, кейде еркелегенді, жылы сөз естігенді ұнатады. Сондай кездерде шыдамдылық танытып, түсіністікпен қараған дұрыс. Әйелдің табиғаты еріне өз проблемаларын айтып, көмек сұрауына кедергі емес. Әйел заты оқиғалардан әсерленгіш, сыншыл да міншіл келеді. Бар нәрсені сөзбен реттеп, орынды жерде орынды лебізін айтуына аса мән береді. Бір-екі ауыз жылы сөздің өзі әйелдің көңілін көтеріп, сыйлаған болмашы ғана сыйлық оны балаша қуантуы мүмкін. Кейде сыйлықтың бағасы мен көлемін өзіне сай болуын талап ету де ғажап емес. Себебі әйел үшін ерінің оған қаншалықты көңіл бөліп бағалайтын маңызды. Сол сияқты орынды айтылған бір ауыз сөз де кез келген отбасын қарым-қатынасты нығайтып, бірлікті күшейтеді. Егер жылы сөйлесеңіз, жылы сөйлесең, жылан інінен шығады. Ел мен ердің, адам мен адам арасында алтын дәнекер болатын жылы сөздің пайдасын халқымыз жақсы білген. Жылы сөздің құдіретіне сіз өз өміріңізде талай көз жеткізген боларсыз, бірақ адамдардың көбі оған онша көңіл аудармайды. Жылы сөз жан шуағы. Әйел адамға қошемет сөздер айтсаңыз, дәрежеңіз түсіп қалмайды. Керісінше, бұл ерлі-зайыптың арасында сезімді нығайта түседі. Бұл сөздерді сіз кез келген уақытта, күндіз, кешке, түнде және кез келген жағдайда айта аласыз. Күйеуінің жылы сөз естімеген әйел басқаның тәтті сөзіне тез алданады. Барлық компьютерлік заманда қарым-қатынас оңай болып көрінгенмен, жылы сөз біз бір кездері оқыған кітаптағы кейіпкерлердің жанындай нәзік болып қала береді. Олар дәл бұрынғыдай гүлдерді, тосын сыйларды және өздеріне қаратып айтылған қошемет сөздерді, комплименттерді жақсы көреді. Сіз жарыңызға жақсы сөздерді жиі айтып үйреніңіз. Себебі күйеуінен жылы сөз естімеген әйел басқаның тәтті сөзіне тез алданады. Оның сырт бейнесі әрдайым керемет, оның сұлулығы ешқашан қайталанбайды деген мендегі қошемет сөздер әйел адамның езуін еріксіз жымитады, айналасын нұрға бөлейді. Сүйіктіңіздің бойындағы өзгерістерді назардан тыс қалдырмаңыз. Оның әдемі киім үлгісі сіз үшін әдеміленген байқағаныңызды және оған өте жарасымды екенін айтыңыз. Тек асыра сілтеп, жасандылыққа бой алдырудан аулақ болыңыз. Әйел баласы өте сезімтал, шын көңілмен айтылмаған сөзді олар бірден байқап қояды. Әйел өзінің еңбегін бағалағанды ұнатады. Әйелдер өздерінің әдеттері мен қызығушылықтарына ерінің көңіл бөлгенін ұнатады. Егер сіз оның қандай да бір тағамды жақсы жасайтын айтар болсаңыз, төбесі көкке жеткенде болады. Өзі сондай нәзік болғанымен бәріне үлгеретін, үйдің жұмысы мен қызметін қатар алып жүре алатын алға тартыңыз. Әйел адамдар өзінің еңбегін байқағанды және бағалағанды қатты ұнатады. Сол себепті әйелдің еңбегін бағалап, мақтап қойды ұмытпаңыз. Ол әйелге өзіне деген сенімділік пен күш-жігер береді. Ол әлсіз жаратылыс, гүлмен көмкеріңіз.
Жаны аяулы әйелдердің өзі гүлді жақсы көреді. Бірнеше раушан гүлінен жасалған бір құшақ гүл кімде-кім қуантады. Бірақ ықыласпен, жүрекпен берілген бір шоқ гүлмен де оған қуаныш сыйлауға болады. Тіпті жерде өскен ұсақ гүлдерді алып, алқа, жүзік, білезік немесе тәж жасап, менің ханшайыма деп ұсынсаңыз, одан бақытты әйел болмайды. Оны әдемі есімдермен шақырыңыз. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын. Айша анамызды оған Алла разы болсын. Махаббатпен Хумайра деп еркелетіп шақыратын. Және адамдарға діндерінің жартысын осы Хумайрадан үйреніңдер деп айтатын. Сіз де жарыңызды жақсы, тәтті бір есіммен шақырыңыз. Әрбір ұсақ нәрседе сіз өзіңіздің жұбайыңызға сүйіспеншілігіңізді білдіруіңіз керек. Махаббаттың жалынып ұстап тұруы үшін жарыңызға деген сезіміңізді жасырмаңыз. Күйеуі мен әйелі әрдайым бірін-бірі жақсы көріп, жылы сөздер, мақтаулар айтып тұру керек. Күйеуі әйеліне өзінің ғашығы мен ынтықтығын көрсету қажет. Осындай өзара қарым-қатынас бар болса, неке биіктерге көтеріледі.